go. Ay. Нұрдәулет, қанша жата беруге болады? Барып өзіңе жұмыс тапсаңшы. Сенде күнде бір нәрсе. Жан-жақтағы сыныптастарыңа қарашы. Мысалға Мариямның қызы жұмыс жасайды, ақша табады. Кеш болсын барлықтарыңызға. Бүгін кереметтей жерге достарымыз Баняға келген болатынбыз. Бұл мейіз спа деп аталады. Мынау кіре берсін, жақта балалар келіп жатыр. Енді мына жаққа кіріп отырсаңыздар болады. Мына жерде бүгін ғана телевизор жоқ, а так басқа күндері телевизор болады. Мына жаққа кірсеңіздер, мына жақта өзінің бассейні, душқа түссеңіздер де, мына жақта душқа түссеңіздер де, в общем, күшті келіп демалып кететін жер. Бауырларыңызбен, жақындарыңызбен, достарыңызбен деген сияқты келсеңіздер болады. На самом деле, я заявление написала 14 сентября, сейчас у нас 20 октября, больше месяца прошло, да? Мой следователь на связь не выходил, мое заявление вообще не рассмотрено. Просто вот ноль продвижения абсолютно. Я вам скажу, сумма ущерба не маленькая на самом деле, да? Я просто поражаюсь, что они могут делать больше месяца. Хотя на самом деле там все данные есть, там есть ИИН, есть имя, фамилия, все есть абсолютно, да? Но как они не могут человека найти? Я просто в шоке. Эфирдан шығып, шай ішуге келдік. Күндіз кешке дейін әрине шөлдеймін, шай ішкіміз келеді. Шерхан шайды өлтіріп жатыр. Сораптап тұрып жатыр. Енді ертеңгі эфирді қалдырмай көріңіздер, қызық болады. Короче, мынау пароочиститель. Ой, парогенератор. Ма сондай, короче. Дарықтап жатыр ма? Все хорошо. Сөйлемей дейді маған назар. И бұл андай қатып қалған, тұрып қалған заттарды күшті кетіреді. Андай қатып қалған май, газдағы. Сонау ваннаның есігі бізде всегда ашылады ғой, сол үшін кір қолмен ұстаймыз. Мен, короче, андай кір болып кеткен. Соны қазір осымен жайын жеп тұрмын. Бір жақсы мына жерде қатты щеткасы бар. Сонымен прям күшті кетіреді. Но қатты жуып жүрсе, прям краскасын да кетіп тастайды. Өйткені кәдімгі темір сияқты. И обычный щеткасы да бар. Мына мен бірінші көремін. Вообще чимкентскийларға менің күшті бір жаңалығым болып тұр, короче. Гиперхаустан Северге дейін осы жақын аралықта сендерге ең арзан Чимкентте гүлдер керек болатын болса, вот дәл осы жерде вот Ламия деген осындай гүл сататын магазин бар, достар. Бұл жерде гүлдердің штучный бағасы 299 теңге. Чимкентте бұндай баға бірінші рет, достар. Ешқандай магазинде бұлай штучный гүлдің өзі 299 теңгеден таппайсыңдар. Ең арзан место дәл осы адресте. Смело келіп, менің атымнан келсеңдер, тем более скидка береді, достар. Сендерді күтеді